Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен дәл қазіргі таңда хит болған творожно-маковый пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі сөзсіз өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Ендеше бісміллә деп біз пирогымызға кірісейік. Бізге ең алдымен осындай шұңғыл таза құрғақ ыдыс қажет болады. Дәл осы ыдысымыздың ішіне магымызды салып, және де үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Магымыздың бетінен суы шамалы ғана асып тұратындай болу керек. Міне, осылай қасығымыздың көмегімен араластырамыз да 10-15 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте біз қамырына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқам және де қант қажет болады. Одан кейін қысқа толқынды пеште ерітілген сары майымызды салып, осылай венчигіміздің көмегімен жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де разрыхлителімізді салып, келесі кезекте қолымыздың көмегімен қолға жабыспайтындай біркелкі қамыр дайындап аламыз. Міне, біздің жұп-жұмсақ болып шыққан қамырымыз дайын. Енді салафан пакетке салып, жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында біз арасына салатын начинкасына, яғни салмасына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге творог, қант және де 2 жұмыртқа қажет болады. Барлығын осы ыдысқа салып, одан кейін үстіне кукурузный крахмал, яғни жүгері крахмалын салып, дәміне қарай ванилин қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын салып шыққаннан кейін блендеріміздің көмегімен жақсылап массамызды біркелкі етіп блендерлеп алатын боламыз. Міне, біздің арасына салатын начинкамыз дайын. Әдемі қоймалжың болып шықты. Ендігі кезекте дәл осы начинкамыздың үстіне суын сорғытып алған магымызды салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне, өте керемет болып шықты. Ендігі кезекте қамырымыздың ішіне начинкасын салсақ болады. Ол үшін бізге пергамент бумагамен осындай форма қажет болады. Формамыздың арасына пергамент бумагасын салып, жан-жағын жабыспас үшін майлап алатын боламыз. Майлап алып болғаннан кейін біраз уақыт тұндырып алған қамырымызды бортик жасай отырып, қамырымызды жайып аламыз. Одан кейін шанышқымыздың көмегімен дәл видеодағыдай шанышқымызбен кесіп шығамыз. Дәл осы қамырымыздың үстіне начинкамызды салсақ болады. Достар, егер рецепт ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Енді алдын ала қызып тұрған пеште беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Міне достар, біздің өте керемет болып шыққан пирогымыз дайын. Осылай бетін малинамен және де сахарный пудрамен әсемдесеңіздер болады. Бұл пирогты толықтай суығаннан кейін кескен жөн. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.